Табысы төмен 70 мыңға жуық отбасына мемлекеттік қолдау көрсетіледі. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі жылжымайтын мүліктің жеке секторынан баспананы жалға алу шығындарының бір бөлігін мемлекеттік өтеу қағидаларының жобасын әзірледі. Атаулы көмек ортақ жауапкершілік қағидатына негізделеді. Яғни 50% мемлекеттік субсидия есебінен жабылса, қалған 50%-ын жалға алушы төлейді. Көп балалы аналар, бірінші, екінші топтағы мүгедектер, сол мүгедектерді асырап отырған жанұялар және жетім балалардың сол жаңа айтқан мөлшердегіден төмендегі саны 70 мыңдай. Біз қазір соларды жалдау ақысын тұрғын үй үшін төлемдері арқылы үймен қамтамасыз ететін боламыз. Тиісті қағидаларды іске асыратын оператор болып отбасы банкі белгіленді. Өтініш берушіге қойылатын негізгі талаптар: Қазақстан Республикасының азаматтығы, отбасының соңғы 6 айдағы жиынтық табысы отбасының әр мүшесіне шаққанда ең төменгі күнкөріс деңгейінің 1 еселенген шамасынан аспауы, тұрғын үйге мұқтаж ретінде әкімдікте кезекке тұрғанын растауы, тұрғын үй иесі мен өтініш беруші арасында жасалған шарттың болуы, өтініш беруші төлемдерді тағайындау үшін банкке электрондық цифрлық қолтаңба арқылы төлемдер тағайындауға өтінішін, баспананы жалдау шартын береді. Қалған құжаттар тиісті ақпараттық жүйелерден алынады. Отбасы банк құжаттардың сәйкестігін тексеріп, бәрі дұрыс болса 10 жұмыс күні ішінде жалдау төлемін аударады.